Армысыздар. Ертегі әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі ертегіміздің аты жаңбыршы ұлы Телағыс. Жетпіске жаңбырсыз жасы толды. 15 жаста Телағыс болды. Телағыс әкесіне: әке, жасым жетті, мен жауға аттансам деді. Сонда жаңбыршы Телағысты шақырып алып былай деді: Телағыс, балам, сен деді, сенің әкең мен деді, өзіңнен өзге бала жоқ, аға, іні және жоқ. Сен кеткен соң, егер алысқа, бұл дүниеге ие болып тұратын бізде шама жоқ. 70-ге жасым келген соң, үлкендік жетіп болған соң, 90 баулы ноғайлы қыз тауып ала алмадың. Балам, өзің қолайлы кетемін десің, сен балам, бегендейін қалмаққа, қасыңда жоқ жолдасың. Сонда Телағыс сөйледі: ертемін атам мен деді, мұсадан туған 30 ұл, орақ пенен мамай жоқ. Қарасай қази жас бала, жүруге онда шама жоқ. Бір бөлек әскер қол деді, болмай ма жолдас сол деді. Сонда жаңбыршы сөйледі, баласына бата берді. Алланың шері ашылған. Жерден бергей сіздерге жалғызым қайтарып, бұл келіп көрсеткей Алла біздерге берік ел қаласы. Аз кісінің бұл келембей жүрмесін қалып шамасы. Қалмақтың салған оры бар, болмаған деген ноғайға. Қашанна оның ойы бар, астында мінген тел күрең, шабыстан ол танама. Аяғы төртеу жылқыдан озбай күрең қалама. Телағыстай жас берген жаңбыршының ақ сауыт үстіне киіп алады үйде тұрған сұр жебе. Қасына ердің ілегі, беліне буып көк балдақ, беліне шала байлады. Көк сүңгіні қолға алып атқа барады. Атқа батыр барады, үзеңгіге аяқ салады. Атқа мінер болғанда алпыстағы анасы атқасына барады. Сонда кемпір сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді: перзентім едің сен деді, қасыңа келдім мен деді. Барасың қайда перзентім, жалғызым едің сен деді. Тастай ма екен туған баласын, тастай ма екен анасын. Іздегенің мал болса, төңірекке көз салса. Сонда Телағыс тұрып сөйледі: айналайын анамыз, желді күні панамыз, көруге жерді шамасың. Барайын деп пе мен тұрмын, бегендей қалмақ қаласы. Мұңаймаңыз анажан, алыс жолға барғанда, қайтарма екен анасы өзінің жалғыз баласын. Шегуге сапар мен тұрмын, қалмақтың сондай елдерге қуайын деп ойлаймын. Алыс сондай жерлерге Мұсаның 30 баласы, арасын оның сұрасаң, қалуы менен сарыз еді. Тобаяқ бар ішінде жиналыпты, Мұсаның орақ пенен мамайдың, Қарасай мен қазидың, басқасының бәрі де сол сөзді айтып, Телағыс жүрудің қамын ойлады, жөнелер болды. Телағыс Мұсаның 30 баласы бірікті, бәрі қарашы. Баратынын сұрасаң, беген қалмақтың еледі, алыстығын сұрасаң, 2 айлап жер еді. Есепсіз жолға жүреді, бірнеше өтті белестен, бірнеше өтті таулардан. Бір күндері болғанда қаланың көрді қарасын. Келесі ноғай деген соң 1000 кісіменен аттанып жатқан екен. Көп қалмақ бастығы оның бегенді қылдырған екен. Дегенді көрінген соң қарасы беген бастан 1000 кісі өңкей шорап бектерді. Артық шықты, ерлері бөлініп шығып жөнелді. Азғана өзі кіседі. Өлтірелік біз деді, баршасын оның қыралық аты менен тондарын ортаға олжа қыларық. Жүріңіз енді сіз деді. Бөлініп алып 1000 кісі шабуылды салды. Жазбаған тобын кісіге беген бастап алдымен шауып жетіп барады.
Бегендей залым қалмағың телағысқа келіп сонда сөйлей береді. Айтшы өзің кім едің? Танымаймын сіздерді, менің атым сұрасаң, Бегендей батыр ер едім. Өз дегенім болмаса, кісі дегенін қылмайтын артық туған шер едім. Ноғай деген елдерні табанға салып жер едім. 100 кісі бар қасыңда алыстан, дұшпан бұл келсе жүн қылып оны жер едім. Сонда телағыс сөйледі. Біздің текті сұрасаң, Ноғай деген ел едім. Сол Ноғайдың еліне бөлініп шыққан ер едік. Қалмақтың іздеп қаласын елін, оның шабуға шығып едік елдерден, мекен деген жерлерден. Қасымдағы ерлерім артық туған белгілерім, қош көрген соң болар да оңай олжа табуға. Егер қалмақ болса жау олжа қылып аламыз, талапайын саламыз, ат-тонымыз жоғымыз, ат-тонды боп қаламыз. Сонда Беген екі кісі еліне жіберіп, хабарға елден әскер жинап аларға. Сонда екі кісі еліне бар 2000 кісі әкеліп жинап алады. Жолға шықты. Бұлар әлі төбелеспей тұр екен. Әскері келген соң Беген өз кісіге сөйлей бастайды. Беген аз кісіге сөйлей бастайды. Қалмақ деген елдерім, артық туған ерлерім, мынау тұрған аз кісі келген өзі Ноғай ғой. Аз кісі мынау Ноғайды шауып алу оңай ғой. Жапыралық біз деді. Қамады сонда ерлерді. Ортада ерлер қалған соң қысылып сонда терледі. Сонда телағыс 30 кісі жолдастарына сөйлей бастады. Ей жолдастар, заманы қатар мұңдастар, бір сапарда қолдастар. Қалдық қамау жерлерге, өлмейміз деп ойламақ кегіміз болып кетпесін іс. Болдау қиын дерлерге, телағыстай жас батыр, қалмақпенен қас батыр. Сонда тұрып ақырда қасындағы ерлері өлеміз деген ойменен тұтасымен жапырды. Қалмақ Ноғай арасы қан төгіліс болып арада судай құйған сапырды. Телағыстай жас батыры қылышын алып қолына оңды солды сермеді. Қалмақ сонда көбейіп аттың талай босады. Қырғын көшті болған соң ат тұяғы астында қаны ағып жосады. Қалмақтың басы төгілді, қара жерге домалап, ерлер қайрат қылады үсті-үстіне сабалап. Қалмаққа мүшкіл туады, шектері қолдан ол шығып, бөгенде қалмақ қашады, ерлердің пысы басады. Артынан қуып телағыз батырдың аруағы судай тасады. Қалмақ мінген қарады, қараменен ол қашып ұрып, сонда қаратты басы көзге сабады. Астына мінген байқасаң, телағыздың күреңі ешбір малдан кем емес. Сол күреңнің іреңі арандай аузын ашады, аяғын топтап басады. Мұрсатта қоймай қалмақтың сонда алдын тосады. Алдын оның басқанда Бегенде ол қалмақтың бұлтара келіп қашады. Не істерін білмей сол жерде телағыстай батырдың аруағы басады. Ұстап сонда алады. Мұндай жазық далада екі батыр алысты, бірін-бірі қарасты. Қарсы тұрып шатасты, найзасынан шыдамай аттан түсіп екеуі жағалас жаяу салысты. Қара қанға батысты. Сол уақытта болғанда күн екеуге толғанда қанды қара бастады. Жығыларға таянды. Жығылып сонда ол қалды телағыстай терін. Ерінің суырып қанжар қолға алып, астында жатыр Бегеннің. Сонда сөйлей бастады. Әй телағыс, ер екенсің сен, деді. Қалмақтан айла асырған ер едім сондай мен, деді. Сондай болған ер, деді. Қатын менен баласын көрмей оны шөлдеді. Енді менің өлім болды көргенім. Бақытымның бұл қайтейін, шырағым жаннан сөнгенім.
сол сөзді айтқан кезде қанжарын қолға берігі ұстап, сонда оған салады өлтіріп тастап бегенді тайлақстай батырым көпір залым қалмаққа істеген екен дегенді қайта атқа барады, қара аты жетектеп ап күреңге мініп алады, шабуылды салады, жаудың қуған жеріне қайта батыр барады. Жатқан екен соғысып 30 кісі ноғайлап кетпеген екен, ыдырап жүрген екен 30-ы. Біреуін бірі ол қорғап іш қазандай қайнады талайдың, ол қолын Телағыс батыр байлады, өлімге оны сайлады. Шаһарына қарай кәпірдің қуып сабап айдады, жеткенше бәрін қырады, еліне барып кәпірдің мұсылман дінге көн деді. Артық сондай діндерді бар да соны көр деді. Қадам бала жандарын мұсылман дінге көндірді, шырағын жанға сөндірді, шырағын жанған сөндірді, айтқанын етеді. Кәпірдің алып қаласын көрді, соның шамасын дүниесін бөліп алады. Мұсадан туған 30 ұл дүниеге қолды салады, бөліп бәрі алады. Телағыстай батырың аты шығып қалады, аман есен 30-ы еліне қайтып барады. Телағыстай батырың 30 шапан 30 ат ағалыққа алады, еліне аман ол барып ананың жүзін көреді, атаға сәлем береді. Арада бірнеше жыл өтті, батыр жаңбыршы өлерге жетті. Сонда Мамайды шақырып алып, сонда жаңбыршы Мамайға айтты: ей Мамай, ер Мамай, айтшы білші сен Мамай, егер өлсем мен деді, мынау жалғыз Телағыс қияметті өкіл бала деп тарыққан жерде жебей көр, қысылған оның жеріне қолтығынан сүйей көр. Мамайға тапсырып, сосын 1-2 күн тұрып қайтыс болды. Осыдан біраз уақыт өткеннен кейін Телағыс Мамайдың қарындасын аламын деп бұл жұмысқа Мұсаның 30 баласы қарсы болып бергізбейміз деп және Телағысты өлтірмек болады. Соны естіп Телағыстың Аққозы деген жылқышысы келіп сөз бастады: ай Телағыс, мен бір жаман іс білдім. Мұсаның 30 баласы айласын оның қарасы, сонда кеңес құрыпты. Мұсаның 30 баласын белгілі Құдай ұрыпты. Ең кенжесін сұрасаң қалу менен сар еді, қызғаншақ іші тар еді, ақ білектей бір сұлу ортасында бар еді. Сонда олар құрыпты, шақырыпты. Ертең аларға біреуі тартып ер күйін, біреуі тартып би күйін, біреуі өлең айтады, біреуі жырды жырлайды. Сөйтіп кеңес құрыпты, ортаға сені саларға, есіңді сені аларға. Сөйтіп елір кеткенде қиындық сізге саларға, өлтіріп сені алған соң ен малды бөліп аларға. Қази менен қарасай, орақтың батыр сұрасаң, 2 сонда баласай, сондай кеңес құрыпты. Айттым саған мен деді, есіңе ал сен деді. Үй сыртынан ол келіп Телағысқа сөйледі. Сонда Телағыс күрсініп демалып, сонда қатыны домалап кетіпті. Таңертең күреңше атқа ер салып, атты ертеп, қолына жылан бауыр қамысын алып, жол кетуге шықты. Сонда қатыны барып шылбырынан ұстап алды. Аптықпа батыр, аптықпа, аптықтың тимес пайдасы, жасанысқан жау болса кетпесін болған жарақсыз. Осыдан барып сен өлсең, мен қалармын қарақсыз. Сонда барып сен өлсең, төгілі үйдің кім қалар? Адыра қалып тұл болар. Басқа жерге бұрылма, көкем менен Мамайдан сосын хабар ал деді. Оның сөзін тыңдамай қамшыменен бір ұрып өте берді Телағыс. Мамай сарала таң шапанының бір жеңін кие, бір
жеңін кимей, аяғына кебісін жалаң аяқ киіп жүгіріп кетеді. Бір шаршы ақ шүберекті басына тартып, соған телағыз қарсы келмеді. Келіп мамай сөйлей бастады. Ай, телағыз, өкіл бала, сен едің орағымның барында алушы еді тілімді. Қарасай қасүй жас бала үнеме дейді, сен қубас баласыздың білінді. Тілімді алсаң телағыз, боғданы талақ ет деді. Мұнан көшіп кет деді. Еділдің бойы ем қамыс, боғданың бойы боз қамыс. Енді барсаң телағыз, еділ бойын жайлаған Қырымды ноғай жайлаған, Қырымға ноғай сол деді. Барсы соға сен деді, Ақбілектей аруды алып жұбай ет деді. Ал Мұсаның 30 ұл ер баласы, ол қайдады? Ағылыңқы 30 ат, 30 шапан, сен алғандай қай деді? Сонда телағыз сөйледі. Айналайын ағамыз, дүниеге қолды саламыз. Керегің болса дүниеден болғанша толық алыңыз, елге бізді барыңыз. Сонда мамай сөйледі. Алмаймын сенен мал деді. Ағамен менің сыйласаң тілімді менің ал деді. Еділдегі ноғай Қырымды саған көшіп бар деді. Сонда тұрып телағыз 30 ұлға бармады. Келіп атты ерлері айыл тұрман берік тартып, құйысқанын қысқартып, енді атына мінеді. Атқа мініп алған соң қарауға шықты, малдарын тұр екен, соны алуға боғданы талақ бұл етіп, ағайыны Қырымды соған таман баруға 5 күнде мал жинады. Құйысқан шартылдап атты күрең қинады. Малдың сондай көптігі 8 күндей шұбырып қар өткелден хан мамай бар қасында. Мұсаның 30 баласы хан Төрекілдің басына шығып тұрды. Қарашы, телағыздай батырың 30 ұлдан хабар алуға, жаулығын оның білуге аттың басын бұрады, соған таман баруға. Сонда әйелі сөйлейді. Артық туған сұңқарым астында барды тұлпарың, жасанысқа жауыңа барма жақын сен деді. Мамай көкем барып болса, жақындап жетіп барғанда тура қарап тұр деді. Егер ноғай жау болса, мамай көкем басындағы бөркін алып былғап теріс қарап тұрар. Онда берме, егер оның істемесе, жақын бара бер деген. Сонда телағыз келіп жақындады. Сонда мамай бөркін сілкіп теріс киіп, теріс қарап тұрды. Сонда телағыз батыр кейін барып сөйлей бастады. Боғданың бойы боз қамыс, еділдің бойы ен қамыс. Еділден жатқан көп ноғай баршасы оның Қырымды алдырмасын сырымды. Мен барғаннан барармын, Қырымға хабар салармын. Қырымдағы 40 батыр 40-ты қасқа алармын. Жолымды Алла оңдасын, қайтып келіп еліңе қайратыңды көрермін. Сонан кейін көшіп барып қонады. Сол ноғайдың шетіне барған соң, танысқан соң Асан қайғыны үйіне барады. Сонда Асан қайғыға келген жай жапсарын айта бастады. Әй ағамыз, желді күні панамыз, егер бізді соқса жел панаңызда боламыз. Дидарымыз көрмедік, қол алысалық кел деді. Ұстап тұрып қолдарын. Сонда Асан қайғы сөйледі. Әй жас бала, танымай тұрмын мен деді. Қай баласың сен деді. Сонда телағыз сөйледі. Жөнімді менен сұрасаң, мен Қырымды ноғайлы, әкемнің аты Жаңбыршы, өзімнің атым телағыз. Мекендеп жатқан жеріміз боғданың елі жағасы. Жаңбыршыдай батырдың мен едім жалғыз баласы. Мұсадан туған 30 ұл көзін маған салғаны, басымды
менің алуға қиындық, басқа салуға бөліп алып бар малды ақжелектей аруды алады-ау деп ойлайды, сылтау қылып сіздерге. Сосын көшіп мен келдім. Боғданы талақ еткенім, осы жерге жеткенім, асан қайғы қартамыз Қырымның 40 батырын жинап маған бер деді. Егер жинап бермесең, жалғызда болсам барамын сол ноғайға мен деді. 3 күн мұрсат алып Қырымның 40 батырын жинап берді. Ішіне сыпыра қартты асан қайғы қосып жіберді. Осы барған 40 батыр менен ол 30-ын соғыстырма, қырылыстырма деді. Сол кісінің ішінде Асанның ұлы Ақымет, Асанның ұлы Айсаның ұлы Ақымет, Асанның ұлы Ерабат Аламанның басы екен. Жүрген екен ішінде Тоғай батыр ол қабат. Сонда Телағыз, сендер артымнан келе беріңдер, мен өзім алдыменен барайын деді. Қара өткелдің арғы бетіне бір адам қара жамылып кетіп бара жатыр екен. Телағыз тұр деп ақырды. Айнала тұра қалды. Сонда Ақбілек сөйледі. Артық туған қанымыз, асыл туған жанымыз, бір тілегін тілеймін. Қарасай мен қазидың бір қасық қанын бер дедім. Артыңа өзім мінейін, күннің болып жүрейін деді. Күннің алды батқанда, кісінің алды жатқанда Ақбілек сұлу қара жамылып, қара өткелдің аузында жүрекін. Сонда жаңағы сөзді Ақбілек Телағызға айтады. Сонан соң енді кегім қайтты деп Телағыз 40 батырға келіп еліне қайтады. Сонда Мұсаның 30 баласы Қарасай, Қази, Мамай барлығы жүре бастайды. Сонда Қази дайым батырың ашуланып тұлданды, бергенге батыр сыймайды, жалаң найза қолынап алдымен жөнеді. Сонда 40 батыр жауды көрген соң ұрысуға тұра қалды. Жирен қасқа тұлпар мен жасы жеткен сыпыра мен барайын деп Мұсаның 30 баласына қарай жүрді. Сонда Мамайдың алдына келіп тұрып сөйлей бастады. Асылы туған қан Мамай, ноғайлының қан едің, ақырын кемел жан едің. Қарасай мен ер Қази орақтан қалған бал едің. Мен талайды көрген бабаңмын, айтарға келдім сөзіңді. Анау тұрған 40 батыр, ол қырқымның баласы, ол Қырымның баласы. Әр қайсысын сұрасаң, 1000 кісінің қарасы. Бұл кісінің ішінде Асанның ұлы Абат бар. Маңдайы жаудан қайтпаған асыл батыр Тоған бар. Көкшенің ұлы Қосай бар. Және ерді айтасын, қарға бойлы қаз туған 7 атадан ерлігі Алау батыр және бар. Шынтақ сұлу Төрехан, Ақжона сұлу ер кеңес, бір-бірінен кем емес, үйінде келмей қалуы Нәріктің ұлы Сора бар. Менімен ере бар, өз көзіңменен көре бар. Маңдайының арасы 2 қағыз сере бар. Ту сыртынан қарасаң, мекіре балық сазандай, қарсы алдынан қарасаң, басы бақыр қазандай. Қайтадан 40 батырға келіп сыпыратағы сөйлей бастайды. Асанның ұлы Ерабат, қасындағы Ертоған, тұрғыңыз ерлер сен қабат. Көріп келдім мен деді. Қарасай Қази ер деді. Қази ердің қараса бұзылып тұр реңі. Қайтар емес жүрегі қайнарлы қара бұлттай, қайтпас қайсар немекен. Өз дегені болмаса, кісі дегені қылмайтын шынжырлы артық ер екен. Жалаң аяқ, жалаң бас, ақ найзасы қолында, жайда ағаттың үстінде Қази артық ер екен. Қорқар емес өлімнің қалың беріп қыз алған ноғайда үлгі қашаннан. Малды сендер беріңдер,
ұрыспаңдар ерлерім, сөзіме менің еріңдер. Сонда сыпыра қарт мамайға келді, мамайға сөйлей бастады. Асыл туған ерлерім, шынжырым мықты бегілерім, келдім сізге мен деді, қатар еді тел ағыс, қарындасың ақбілек сол батырға бер деді, қайсынан батырдың ол тел ағыс кем деді. Ұрыспаңыз ерлерім, ашуыңды басыңдар, еліне барып батырдың қалың мал алып қайтыңдар, қыз алып қыз беру қашаннан ақ дәріміз, тілімді алсаң батырлар менімен еріп барыңыз. Асанның ұлы абат сонда сыпыраға сөйледі. Жасы үлкен қартымыз азды көпті демеңіз, алам десе сол малдың жайын оған айтыңыз. Сонда қази сөйлей бастады. Бұрын туған данасын, білесің халықтың шамасын. Ықтиярсыз тартып алар ма Мұсаханның баласын, орақтан туды. Мен деді, тоқалдыққа қыз беріп, емес пе қорлық көрмеген, неміз қалсын баба өлмеген, ойлашы баба сен деген. Сонда сөйлейді сыпыра, жақсы туған баламыз, орақтан қалған тұяғым, екеуің де асылсың, асылы артық шырағым, артық туған ер деді. Егер тілек сен берсең, менімен еріп жүр деді. Телағыстай батырдың бар да өзің көр деді. Болалық құда кел деді. Сонда қази сөйлейді. Жасың үлкен бабасың, жақсы менен жаманның, білесің өзің шамасын, ақылың көп данасын, 90 бауы ноғайға ықтиярсыз қыз алған барма еді ноғай баласы. Бұрын соңды ондай болмаса, орынсыз сөзді айтқаның өзің байқа қарыда. Сонда сыпыра сөйледі. Орақпенен мамай бар, жан білмейтін бір талай толып жатқан ноғай бар. Ноғайлы деген ел еді, толып жатқан тоғайда аралаппын ба мен деді. Ақылы көп жас бала, жасы үлкен аға бар, ақылы көп даналар, 80-ге келген мамай бар. Ақылға қамал оғып ал, сен оларға жеткенше, қази бала талай бар. Бұл жиынның ішінде Смайыл, Тобаяқ, Қалу менен Сара бар. Мұсадан туған 30 ұл, орақтан басқаның бәрі бар. Ақылдамас жас бала, ағаларың ақыл сол, соларға таман өзің бар. Сонда мамай сөйледі. Ноғай деген ел деді, қыз алып қыз беру атаның жолы сол еді, бұрыннан келген жол деді. Жасың үлкен дананың, біздер бердік билігін, екі жанның байқасаң, өзің шешші арасын. Сыпыра сонда сөйледі. Берсең билік біздерге, барайық мен ерлерге, ерлердің тұрған жеріне. Сыпыра 40 батырды келіп сөз сөйлей бастады. Абат бері кел деді. Туғанда батыр ер деді. Қарға бойлы қаз туған сендерде батыр кел деді. Жаңбыршы ұлы тел ағыс, ерлерменен басы едің. Өшіккен жауға қас едің, сен де бері кел деді. Шақырып алып, ерлерді ортада тұрып, сыпыра сонда тұрып сөйледі. Асылы туған ерлерім, артық туған белдерім, өшірмекке жауды қорлаған, аруақ қонып торлаған табының менен ерлерім, байқап келіп отырсаң, әр қайсың батырсың, 1000 кісіге болмаған сер құраттың елінде. Мамай деген қан еді, ақылға кәмелдан еді, ортасында байқасам, қарасай қази бар еді. Смайыл менен Тобаяқ, Қалу менен Сар еді. Мамайдың қаныңыз билікті маған ол берді, татуластыр ноғайды. Арасында бол деді. Соған келдім ерлерім. Не қыл дейсің сен деді. Үрмелі ноғай тұрғанда қас туған батыр сөйледі. Ноғайлардың ерлері жақындап келің сен деді. Жас үлкен қартың билікті бәрін бер деді. Айтқаннан көн деді. Телағыс сонда сөйледі.
Ол кісінің ішінде Асанның ұлы ер абат, біріңе бірін қат қабат, көп ноғайдың баласы, жасы үлкен тамасы, жел жағында панасы жиналып келген жамағат ендігісін өзің біл. Сыпыраға абат еріп Мамайдың тобына келіп сөйледі. Сонда абат сөйледі, сөйлегенде не деді? Көп ноғайдың еледі серік құртты, мен қырымды бір қыз үшін тартысып көрсетпе, бүйтіп төріңді. Асан атам үйде еді, елің қандай күйде еді, сыпыраны бас қылып жіберіп біздерге атам бүй деді. Көп нобайдың баласы тату болып айырылма, тату болып айырылма, араға дұспан түсіріп, бірлігіңді ұшырып, бір қыз үшін жауласып, елдігінен айырылма. Мамайға сәлем айтарсың, реңін елдің кетірмей, Мамай мұны байқасын деген қарттың сөз еді. Осылай деген сөз еді. Жиылып түгіл бас қосып, Телағыстың ауылына жүрейік енді тез деді. Мынау сөзге қиналды, бұл айтқанға иланды. Сонда Мамай сөз бастап, Ноғайлының қорғаны Асан ата деген соң, ер абат бастап келген соң, Қырымның келген 40 батыр, бұл абатқа ерген соң, бірлікке тартпай оңбас деп, енді бармаса болмас деп, көп әлеумет жиналып, сонда бәрі жол тартты. Мамай бастап 30-ын алып келді ерлерге. Қырымның 40 батырын татуласып, ерлердің қолдасқан осы жер еді. Телағыстың жеріне біраз шеру қол болып, сонда ерлер жөнелді еліне. Оның барады, барып тойын қылады. Қалың малға сұраған 150 қой береді, 50 жылқы қосады. Мамайдайым батырға берендікпен, белдіктен, шағамен, терліктен ағалығы оның деп астына тұлпар ат берді. Беліне қару зат берді. Қарасай қазы ерлерге басына киер долыға, үстіне киер шарайына, қолына берді ақсүңгі. Сөйтіп қайтты еліне. Арасын ашпай елдердің, батырлардың сұрасаң, біріккен жері осы еді. Осымен ертегіміз бітті. Сау болыңыздар.